Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге дарын зияткерлік сайысы YouTube каналда бар, YouTube арнасында бар. Бұл ойын жалпы негізі 5 кезең ба, сондай тұрады. Ал мен қысқартып оны 3 кезең етіп жасадым. Шаблон қандай мақсатта құрастырылды? Бұл мектепте мысалы оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін, сыныптан тыс шара болсын, ашық сабақ соларда қолдану үшін осындай шаблон слайд түрінде қолдануға жасалған шаблон. Енді осы шаблонды қазір мен көрсетіп өтейін. Қандай кезеңдері бар мысалы. Аламан, ханталапай, алтын қақпа деп аталады. Аламан кезеңі мынандай тест түрінде. Одан кейінгі кезең ханталапай. Тура жаңағы ұяшықтар 11 ұяшық, мынада 11 сұрақ. Тура солай. Өйткені бұған негізі дарынға қанша оқушы қатысады? Көп оқушы қатысады. Сіздер мысалы топ ретінде қатыстырсаңыздар болады, или тура солай бір 10 оқушы таңдап алып, 11 оқушы таңдап алып, сол бойынша ойнатсаңыздар да болады. Я болмаса топ ретінде қолдансаңыздар да болады. Енді өз қалауларыңызша сабақта қолданғаннан кейін 11 сұрақ. Мынау шаблон алтын қақпада. Бұл жерде 12 сұрақ болады. Енді мен сразу ашып көрсетейін. Бірінші беті видео, осындай өзінің басталу заставкасы, одан кейін қалғандарында өзінің звуктары бар. Көрсетейін. Басталу осындай. Жаңа көрдіңіздер, осылай басталады өзінің несі бойынша, YouTube каналдағы несі бойынша. Осылай басталады. Ойында бастау деген батырма шығады. Осыған басып жібереміз. Кезеңдер шығады бізге. 3 кезеңнен тұрады. Аламан, ханталапай, алтын қақпа. Аламан кезеңі сұрақтар ашылады. Дұрыс қате болса осындай, дұрыс болса осылай дауыс шығады. Фонында өзінің звугі осы ойнап тұрады. Міне, барлығы істейді. Бұларды бір-бірлеп ашып шығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені мен шаблондарымды көрген болсаңыздар білесіздер, барлығын бірдей етіп істеймін. Соған анимация барлығында болады міндетті түрде. Міне мысалы ортадан 7-ні көрсетеді. Барлығын істейді. Дұрыс жауап, қате жауап. Яғни негізі бұл түсінікті ғой, мына жерде сұрақтан жазып, сұрағын оқиды оқушы. Бір вариантын айтады мысалы. Мына жерде оқып айтады. А вариант, Б вариант деп айтылмайды, жауабын айтады. Осыны айтса мысалы, дұрыс емес болса осындай жаңа. Содан кейін сіздер дұрыс жауабын көрсетіп бересіздер. 11 сұрақ аламанда, қазір көрсетіп өтейін барлығын. Міне 11-ші сұрақ кетті. Келесі кезең ханталапай. Ханталапайда ұяшық болады, ұяшықтар таңдайды. Оқушылар өздері таңдайды. Мысалы 3-ті таңдаса, 3-шінің сұрағы ашылады. Тексеруге басамыз, жауабы шығады. Енді осы жерде оқушы егер сұраққа дұрыс жауап беретін болса, мына батырманы басамыз, дұрысқа. Оқушы сұраққа қате жауап беретін болса, мынаны басамыз. Яғни оқушы балл алмайды. Осы не бойынша. Одан кейін таңдалған ұяшық бізде ақ түске осылай боялып отырады. 4-ті таңдап көрейік. 4-тің сұрағы шығады, тексеру, қате жауап берді, X-ті басып болды. Яғни бұны қазылар алқасы бағалап отырады оқушыларды. Осылай таңдай береміз. Дұрыс деп қоямыз бұны мысалы, дұрыс жауап берсе. И келесі кезең, мен барлығын ашуым қажет жоқ. Келесі кезеңді көрсетейін. Келесі кезең, соңғы кезең бізде алтын қақпа. Бұл жерде де мысалы мен прям жазып қойдым, бұларды өзгертуге болады. Мысалы қазір басылып кетті, сол бойынша ашылады. Қазақ ғалымдары соған жазылады. Мына жерде тексеру, жауабы осылай. Ашқаннан кейін жоғалып отырады. Бұларды өзгертуге болады. Айтайын деген тақырыптарды өзгерте бересіздер. Мысалы мәдени мұра осы түстегіні таңдайды, жасыл түстеп таңдайды, мысалы мынаны таңдайды, мысалы деген сияқты. Оқушылар өздері таңдайды, сол бойынша сұрақтар шығады, сұрақтарға жауап береді. Қате жауап берсе балл берілмейді, дұрыс жауап берсе 10 балл, 20 балл беріле береді. Одан кейін соңында аяқтау батырмасы арқылы аяқтаймыз. Жалпы түсінікті, бұл тек қиын емес, оңай. Бірінші кезеңде сұрақтан көбейту үшін дублировать жасаймыз. Одан кейін азайту керек болса, врезать етіп алып тастаймыз. Ол түсінікті. Дублировать жасау, міне, мештің осы жерде басатын болсаңыз, мына жерде тұр, міне. Дублировать слайд, создать слайдтың астында тұр. Или болмаса удалить слайд. Врезать деп алып тастаса болады. Кесу, яғни врезать дейміз.
Так, одан кейін Хамдал апайда сұрағын көбейту үшін мына жердегі мынаны копировать етіп вставить етіп қоясыздар. Мынаяқтан бір слайд дублировать жасайсыздар. Одан кейін осыған гиперссылка қойып жібересіздер. Негізі осы барынша қолдана берген дұрыс. Келесі, мынау кезеңде де тура солай. Мыналарды кішірейтеміз, оның астына копировать етіп. Негізі барын қолданғандарыңыз дұрыс. Бұл жерде кезең қосуға болады. 3 кезең аз деп айтатын болсаңыздар, сіздер соң жағынан мына жерге добавить слайд деп өздеріңіздің кезеңдеріңізді қосып жіберсеңіздер де болады. Сұрақтарын жазамыз, пән бойынша тапсырмаларды қоямыз, сабақта қолдана береміз. Осы шаблон керек болса маған жазыңыздар комментарий арқылы өтіп, мен сіздерге толығырақ сол жерде айтатын боламын бағасы туралы. Назарларыңызға рахмет.